Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Нұрымбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы криминалистика кафедрасының оқытушысы, полиция аға лейтенанты Айтжанов Жасхан Ерсайынұлы. Бүгінгі дәріс тақырыбы: сұхбатсыз суық қаруды криминалистикалық зерттеу. Дәріс жоспары: заттың сұхбатсыз суық қаруға жататындығын, оның түрін, үлгісін анықтау. Сұхбатсыз суық қаруға жататындығын анықтау мақсатында заттарды криминалистикалық бағалаудың ерекшеліктері. Сұхбатсыз суық қарумен зақымдау адамның бұлшықет күшінің қолдану арқылы осы құрылғының қатты және берік бөлігімен соққы беруі, осының салдарынан зақымдалуы тиіс объект денесінің жұқа тіндері езіліп, сүйектері мен шеміршектері бөлшектеліп талқандалады. Зерттеу объектісін суық қару санатына жатқызудың негізгі топтық белгілері. Бірінші тобына заттың нысананы зақымдауға бағытталғандығы. Екінші тобына заттың нысананы зақымдауын қамтамасыз ететін құрылғысы мен құрылымының жарамдылығын анықтайды. Заттың нысананы зақымдауға бағытталуын анықтайтын негізгі белгілері. Бірінші, заттың танымал суық қару үйлестік үлгілерінің сыртқы құрылымымен ұқсастығы. Екінші, тікелей өндірістік немесе тұрмыстық шаруашылық мақсатының болмауы. Үшінші, нақтылы зерттеу затының қажетті құрылымдық бөліктерінің жиынтығы. Заттың нысананы зақымдауға жарамдылығын айқындайтын белгілері. Бірінші, зерттелетін объектіні пайдалануға ыңғайлылығы және қауіпсіздігі. Екінші, жекелеген бөліктері мен толықтай конструкциясының беріктігі. Конструкциясы, көлемі, қолдану сипаттамасы бойынша сұхбатсыз бөлшектеп соққы жасау қаруларын үш түрге бөлуге болады. Бірінші, ұзын тірек өзекшесі бар, аяқ жағы ауырлатылған сұхбатсыз суық қару. Екінші, ерікті түрде тік өзекшесі немесе бауы бар, оған арнайы салмағы бар жүк ілінген сұхбатсыз суық қару. Үшінші, жұдырықтың ашық немесе жабық қалпында қол білек күшін арттыру мақсатындағы сұхбатсыз суық қару. Соқпалы бөлшектері суық қарулардың тексеріледі. Қолда ұстап тұру мүмкіндігі мен қолайлығы, барлық конструкциясының және соққы бөлігінің беріктігі, қару қысылған қолдың білегі зақымдаудан сақтауға. Тікелей өзекшесі мен ұрып ұсақтайтын суық қарулардың үлгілері. Конструкциялық ерекшелігі бойынша соқпалы бөлігінен немесе соқпалы салмағынан, сабынан немесе өзекшесінен, қолы сабынан, бауынан немесе тұзақтан тұрады. Өзекшесі немесе бауы соқпалы жүкті иілгіш аскысы бар сұхбатсыз суық қарулардың үлгілері. Конструкциялық ерекшелігі жағынан иілгіш аспалы, байланыстыратын шынжырдан тұрады. Екінші, соқпалы элемент немесе күрізден тұрады. Қолдың соққысының күшін арттыратын сұхбатсыз суық қарулар. Кастеттің конструктивті құрылысы. Бірінші, соққы бөлігінен, екінші, алақан бөлігіндегі тіректен, үшінші, тіреуіш белдігінен, төртінші, саусақтарға арналған тесіктерден тұрады. Сұхбатсыз суық қаруға жататындығын анықтау мақсатында заттарды криминалистикалық бағалаудың ерекшеліктері. Зерттеу жүргізу үшін маманға қойылатын сұрақтар. Бірінші, зерттеуге ұсынылған зат суық қару болып табылады ма? Екінші, суық қарудың қандай типімен дайындалған? Үшінші, зат қандай тәсілмен дайындалған? Сұхбатсыз суық қаруды криминалистикалық зерттеу төрт кезеңнен тұрады. Бірінші, алдын ала зерттеу кезеңінен. Екінші, деталь зерттеу кезеңінен. Деталь зерттеу кезеңі өзінара үш сатыға бөлінеді. Жеке зерттеу, салыстырмалы зерттеу. Үшінші, сараптамалық эксперименттермен жүргізу. Үшінші, нәтижелерді бағалау және қорытындыларды тұжырымдау. Төртінші, зерттеу материалдарын рәсімдеу. Зерттеу кезеңдері. Алдын ала зерттеу кезеңі. Қылмыстық іс материалдармен танысу, зерттеудің міндеттерін түсіну, келіп түскен объекттерді жалпы қарау,
объектінің сыртқы түрінің оның іс жүзінде іс жүргізу құжаттарындағы сипаттамасы мен сәйкестігін анықтау. Детальді зерттеу кезеңі. Сұқпасыз объектілерді зерттеу сұқпалы суық қаруға ұқсас әдістеме бойынша жүргізіледі. Айырмашылығы тек келесіде. Жоғарғы аталған белгілерде егер қару аспасының болса, онда оның салмағы өлшенеді. Алайда кастеттер үшін бұл салмақ практикалық маңызға ие емес. Детальді зерттеу кезеңінде затты қарау тәртібі. Мысалы, кастеттерге тоқталатын болсақ, негізгі элементтердің конструкциясы анықталады, жалпы салмағы мен көлемі анықталады, жасалған материалы, оның магниттік құрылымы, немесе түсі, жауынгерлік бөліктері, тістерінің бар болуы, немесе тістің орнына бұрандаларының болуы, олардың сипаты, олардың өзара орналасуы, саны және өлшемі тексеріледі. Сүйеніш пен тірештің қалпы, өлшемдері, саусақтарға арналған оқтардың немесе санлауларының болуы, олардың өлшемдері қарастырылады. Сыну, жарық бөліктерін назар аударылады, немесе зерттеліп отырған объектінің үстіңгі бет жағындағы таңбалық, маркалық белгілер немесе суреттердің бар болуына назар аударылады. Сонымен қатар зерттеуге түскен объектінің үстіңгі беткі қабатының өңделуі де назарға алынады. Сондай-ақ қысқа шоқпар таяқты зерттеулер кезінде жоғарғы аталып өткен кастеттегідей жалпы өлшемі, салмағы, оның жасалған материалы, магниттік құрамы және түсі, соққы бөлігі, оның қырларының, тістерінің, шегелерінің болуы, қолға арналған ойықтарының болуы, бауының болуы, соққы бөлігі мен сабының өзара бекітілуі, үстіңгі бет қабатындағы сынуы немесе жарылуының бар болуына назар аударылады. Сонымен қатар маркалық белгілері, жазбалардың, суреттердің бар болуына да назар аударылады. Үстіңгі қабатында жөндеу белгілері бар болса, олар жеке-жеке суретке түсіріледі. Салыстырмалы зерттеу. Сұқпасыз суық қаруларды салыстырмалы зерттеу кезінде ұсынылған нысанды белгілердің басқа типтегі суық қарулардың белгілерімен ұқсастығын салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Егер де жоғарыда аталған белгілердің біреуіне сәйкестік болмаса, немесе ұқсастық болмаған жағдайда, ол суық қару санатына жатпайтындығы анықталады. Сараптамалық эксперимент кезінде сұқпасыз қарудың сараптамалық эксперимент барысында конструкциясы мен соққы бөлігінің беріктігі, соққы жасаған кезде қолда ұстап қалу мүмкіндігі, ыңғайлылығы және сенімділігі тексеріледі. Егер жүргізілген сынақтар нәтижесінде объект конструкциясы тұтастай немесе жекелеген элементтері бұзылуы немесе деформацияға ұшырауы байқалса, олар масштабты фотоға түсіру қағидасы бойынша суретке түсіріледі. Нәтижелерді бағалау және қорытындыны тұжырымдау. Қорытындылардың негізгі түрлері: бірінші, зат суық қару болып табылады, екінші, зат суық қаруға жатпайды. Егер суық қару ретінде сипатталған өнімде ақаулар болса, маман келесі тұжырымдардың біріне көшеді. Бірінші, зат ақаулы суық қару болып табылады, екінші, зат суық қаруға жатпайды. Объектінің тікелей мақсаты бойынша қолдану мүмкіндігін болдырмайтын ақаулар болған кезде суық қару деп танылмайды. Зерттеу материалдарын рәсімдеу. Бұл кезеңде маман зерттеу нәтижелерін іс жүргізу құжаты қорытынды ретінде рәсімделеді. Қорытынды өзінара негізгі 3 бөліктен тұрады: кіріспе, зерттеу және түйінді бөлімнен тұрады. Назарларыңызға рахмет.